қайырлы күн, құрметті көрермендер. Шығыс Қазақстан өнер музейі жер жаңғырға атты қазақ фольклорлық кешінің жалғасын сіздерге ұсынады. Добрый день, уважаемые друзья! Восточно-Казахстанский музей искусств продолжает разговор о казахском фольклоре «Эхо земли». Қадірменді достар, бүгін біз айтқанымыздай қазақ фольклоры туралы әңгімемізді жалғастырамыз. Фольклор халықтың жан дүниесінің айнасы, ал біз бүгін қазақ халқының қолданбалы өнері туралы айтамыз. Қолданбалы өнер көптеген елдердің шеберлік шығармашылығының жемісі. Қазақ халқының қолөнерінің ерекше түрінің бірі кесте, өте көне заманнан келе жатқан қолданбалы өнердің бір түрі. Атадан балаға, анасынан қызына мирас болып келе жатқан сәндік өнер ұлттық мәдениеттің дамуына ықпал етеді. Кесте инемен, бізбен және кесте машинасымен тігіледі. Кейде кестеге моншақ, інжу-маржан, тағы басқа асыл тастар тағылады. Вообще, казахский фольклор уникален. Он включает в себя свыше 40 жанровых разновидностей, значительная часть которых характерна только для казахского народного творчества. Поэтому в продолжении нашей темы фольклора мы сегодня приехали в гости к обучающимся кружка Алтын-Оймак средней школы имени Михаила Ломоносова, села Мамай-Батыр Уланского района, которые и занимаются тем, что изучают и возрождают народный промысел вышивание нитью на ткани. Осы үйірменің шәкірттері 2020 жылы облыстық балалар шығармашылығы байқауына қатысып, өз қол өнерлерін көрсетті. Тақырыпқа сәйкес Абай атамыздың 175 жылдығына арнап 27 туындыны байқауға ұсынды. Соның ішінде 5 жұмыс сәндік қолданбалы өнер, яғни кесте тоқу техникасымен орындалған. Үйірменің жетекшісі технология пәнінің мұғалімі Қалиева Гаухар Каратайқызы. Ученики Гаухар Каратаевны принимали участие и занимали призовые места в различных конкурсах районного, областного и даже международного масштаба. Конкурс «Радуга. Традиции моей страны» в Венгрии. В 2013 году были приглашены для участия в конкурсе народного творчества в Гонконг. Имена детей были включены в книгу «Надежды Казахстана». 2002 жылдан бері қызмет етіп келе жатырмын, технология пәнінің мұғалімімін. Осы мектепке келгеннен бері қыз балаларға дәріс беріп келемін. Осы аралықта 2004 жылдан бастап Алтын-Оймак қолөнер шеберханасын үйірмесін ұйымдастырып, қыз балаларды қолөнерге баулуға тартып келемін. Енді бұларда балалардың сұранысы да бар бір жағынан, екіншіден балалар қызығушылық танытқаннан кейін ұлттық қолөнер жұмыстарын дәріптеу үшін осы крем тоқуды басты себеп алып, балаларға үйірме жұмысына үйрете бастады. Ең алғашқы жетістігіміз осы 2004 жылы Заденова Меруерт деген ең алғашқы оқушым жоба қорғап облыстан 3-ші орынға ие болды. Содан балалар қызығушылық танытқаннан кейін ары қарай дамытып, енді өзім де осы қолөнерге қатты қызықтым, себебі өзімнің үйдегі анам тоқыған. Одан үйренгенімді балаларға үйретейін деп айтады ғой, ең нәтижелі жұмыс, егер де сіздің жасаған жұмысыңызды ары қарай басқа біреулер жалғастырса. Осы жұмысты жалғастыру барысында балалармен әртүрлі конкурстарға қатыстық. Соның ішінде осы облыстық өнер мұражайының ұйымдастыруымен жыл сайын өтіп тұрған конкурстарға қатысып, балалар жүлделі орынға ие болды. Ең алғашқы қатысқан конкурсымыз кенеттен әсемдік пайда болады. Бұл жерде балалардың жұмыстарын қатыстырып, жүлделі орынға ие болып, бағалы сыйлығын алып, альбомға шықты. Келесі жылында бізде мерейтой деген конкурс болды. Ол конкурсқа да балаларымызды қатыстырып, сол конкурста біз өнер мұражайына жәдігер ретінде өзіміздің жұмысымызды тапсырып кеттік. Ол балалардың жұмыстары альбомға естелік ретінде кіріп, бізге табысталды. Одан кейін келесі жылында мен және менің отбасым атты конкурсқа қатыстық. Онда да балаларымыз жүлделі орындар алды. Енді бір орында тұрмақ деп облыстан жоғары қарай
жылжу керек. Сондықтан біз республика және халықаралық деңгейге де көше бастадық. Соның ішінде 2012 жылы Радуга 2012 атты Венгриядан конкурсқа қатыстырып, баламызды сол жерде ол балаларымыз халықаралық базаға еніп, келесі жылында Гонконг қаласынан халықаралық конкурсқа қатысуға бізге шақырма қағазы келді. Сол бойынша мектебіміздің балалары жұмысын жіберіп, жүлделі орын алмаса да сертификатқа ие болып, альбомға еніп, және біздің мерейіміз бір тасып қалды. 2015 жылы сондай-ақ біздің 3 оқушымыз халықаралық ұлттық чемпионатқа қатысып, Сеич Қазақстан 2015 деген ода да жүлделі орынға ие болып қайтты. Енді сондай-ақ біздің осы жыл сайын балаларымыз 15 баладан қатысып отырады. Біздің қолөнер үйірмесі тегін өтеді. Біз уақытымызды аямаймыз. Жұмасына 2 уақыт келеді балалар. Балалар қалай оған жұмысты таңдап алады. Енді біз жаңағы әдебиеттен оқыған, тарихтан өткен сабақтар бойынша әңгіме жүргіземіз. Сол бойынша балалар өз идеяларын қағаз жүзіне салуға тырысады. Бұл арада біз оларға корректировка жасап болсамыз, түсін шығарады, содан кейін оның ескесін жасап бояйды, матаға түсіреді. Матаға түсіргеннен кейін жаңа жібін алады. Қазіргі кезде енді барлығы қолжетімді, сондықтан балаларға ата-аналар да көмектесіп тұрады. Осы арада ол кісілерге үлкен алғысымызды айта кету керек. Сондай-ақ қазіргі кезде енді онлайн конкурстар болып жатыр. Онлайн конкурстан бәріне қатысамыз, балалар жүлделі орындарға ие болуда. Сол былтырғы жылы өнер мұражайының ұйымдастырып өткен Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына балаларымыздың жұмыстары қатысып, жүлделі орынға ие болды. Кілем, күйдіру, ағашқа күйдіру, сурет, графика, барлық саланы қамти отырып қатысты. Бірінші орын иеленді. Үңкәр Бауыржан қызы бағалы сыйлыққа ие болды. Сол жерде ұялы телефон берді. Сондай-ақ қатысқан біздің де кілемдерді 2-ші, 3-ші дәрежелі дипломдарға ие болып, балалар марапатталып, бағалы сыйлықтарға ие болды. Жұмысымыз жүйелі түрде жүреді. Жаңағы атадан анаға, анадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа біз балалардың жұмыстарын жалғастырып үйретуіміз менің міндетім деп ойлаймын. Өйткені қазіргі кезде барлық дайынға үйренген адамдар, ал енді келесі ұрпаққа үйрету үшін қыздардың бойына осындай әсемдікті, талғампаздықты дарыту қолынан келгенше балаларға үйретіп жатырмыз. Осындай үлгілі шәкірттерінің бірі Бауыржан қызы Үңкәр. Восточный оқып жүргенде мен Құралай Нұрқаділова, Жаба секілді әйгілі дизайнерлерге қызығатын едім. Сол кісілерден қайталап өзім киім үлгілерінің суретін салып, болашақта дизайнер болатынын шешіп едім. Технология пәні мұғалімі Гауһар Картаевна кілемше тоқуды үйреткен кезде мен одан әрі қызыға бастадым. Кілемше тоқу ол қазақтың ежелден келе жатқан істерінің бірі болып саналады. Ол жылы әдемі сәнді бұйым болып саналады. Кілемше тоқумен менің өз жұртым және нағашы жұртымдағы апаларым айналысқан екен. Бір сөзбен айтқанда, ол менің хоббиім. Кілемше тоқуды мен конкурстарға қатысып, және де бас жүлделерді де орындарда алып. Халқымыз шеберліктің небір сан саласын көкірегінде қастерлей сақтап, меңгеріп, біздің дәуірімізге жеткізген. Сұлулық пен әсемдікті таңдап, талғай білген, өз тұрмысы мен мәдениетінде қол өнерді мұрат тұтып, жетілдіре білген. И сегодня искусство вышивки не утратило своей популярности. Это прекрасный способ придать обыденным вещам и одежде оригинальный и неповторимый вид. И нас, конечно, очень радует, что наше подрастающее поколение интересуется этими народными промыслами, что пробует свои силы в этом искусстве, и поэтому мы знаем, что все это сохранится в последующих веках и будет радовать еще многих и многих людей своей красотой и добротой.
Бүгінгі біздің жер жаңғырығы жобасы аясында көрсетілген бейне сюжет арқылы алтын оймақ үйірмесінің қыздарына айтатынымыз: өнерлерің алға тартып, биік шыңдардан көріне беріңдер. Осындай дүниелерімізді жалғастырып, дәріптеп отырса, ұлттық өнеріміз ешқашан өшпейді деп үміттенеміз. Поздравляем всех с наступающим праздником, Днем весеннего равноденствия Наурыз. Барлықтарыңызды келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесімен құттықтаймыз.